Бүгінгі сабақтан жазылған дыбысты өңдеуді үйренеміз. Балалар, қандай программалар дыбыс файлдарын тыңдауға арналған деп ойлайсыздар? Windows операциялық жүйесінде дыбыстық файлды таңдау үшін Windows Media ойнатқышы немесе Windows Media Center қолданылады. Басқа да көптеген ойнатқыштар бар. Ең көп тарағандардың бірі EIMP. Балалар, жазылған дыбысты қалай өңдейміз? Дыбысты өңдеу үшін оның керек емес бөлігін кесіп тастауға, дауысын көтеріп немесе бәсеңдетіп өзгертуге болады. Дыбыстарды кесу, басқа да әсерлер қосу арнайы программалардың көмегімен жүзеге асады екен. Дыбысты өңдеуді дыбыстық әсерлер деп атайды. Балалар, экранды тоқтатып, мына берілген анықтаманы дәптерімізге жазып аламыз. Дыбыстарды зерттейтін ғылым акустика деп аталады екен. Ол грек тілінен аударғанда естимін деген мағынаны білдіреді. Балалар, экранды тоқтатып, мына тапсырманы орындап жіберіңдер. Бос орындарға тірек сөздерді қойып шық. Тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңды сәйкестендіріңдер. Windows операциялық жүйеде дыбыстық файлды тыңдау үшін Windows Media ойнатқышы немесе Windows Center қолданылады. Басқа да көптеген ойнатқыштар бар. Ең көп тарағандардың бірі WinAmp. Енді тексеріп көрейік. Жарайсың, барлығы дұрыс.